Баршаңызға қайырлы күн. Біз бүгін 9-шы сынып алгебрасын қарастырамыз. Бізде келтіру формулаларына арналған есептер шығару 23-те 13-ші есеп В тобының есептері. Бұл есепті шығару үшін бізде өрнекті ықшамдасын деп тұр. Бізде 9-шы сынып оқулығының мына ең бірінші бетіндегі мына келтіру формулаларына арналған кесте қажет болады. Яғни қараймыз, синус 2π минус x дегеніміз неге тең екен қараймыз. 2π минус x'іміз синуста минус синусты береді, жазамыз. Минус синус альфаның орнына бізде x тұр. Көбейтілген косинус 90 плюс альфаны қараймыз. 90 плюс альфа косинуста минус синусқа береді екен. Яғни жақшаны ашып жазамыз. Минус синус x. Так, келесі косинус 2π плюс альфа дегеніміз 2π плюс альфа косинусты береді екен. Жазамыз. Алдында минус бар ғой, ұмытып кетпейге. Косинусты береді екен. Және көбейтілген 270 минус альфа дегеніміз 270 минус альфа синуста минус косинусты береді екен. Жақшаның ішінде минус косинус x минус 1 бар. Енді бізде минус пен минусымыз көбейтілсе плюс болады да, синусқа синусты көбейтсек бізде синус квадрат болады. Және минус пен минус бізде тағы да плюс болады да, косинус пен косинусты көрсек бізде косинус квадрат болады. Ал мына синус квадрат x пен плюс косинус квадрат x дегеніміз бізде неге тең болып тұр? Міне, 1-ге тең болып тұр, жазамыз. Неге тең? 1 қосылып, мынау бар минус 1, 1-ден 1 азайтсақ бізде 0 шығады. Келесі екіншісін қарайық. Синус 4π минус x, бізде мына 4π дегеніміз ол 2 көбейтілген 2π деген сөз. Демек, мынадан қараймыз. 2π минус x те синус неге тең екен? 2π минус x те синусымыз минус синуске тең екен. Жазамыз. Минус синус x көбейтілген косинус 270 минус x те қараймыз. 270 минус x те косинусымыз минус синуске тең екен. Жазамыз. Жақшаның ішінде минус синус x. Косинус π плюс x дейміз неге тең? Косинус π плюс x'іміз минус косинуске тең екен. Жазамыз. Косинус x. Мына плюсіміз минусқа айналып кетті. Және 270 плюс x'іміз минус косинусқа тең екен. Жақшаның ішіне алып жазамыз. Косинус x. Және минус 1-ге тең. Сонда минус пен минусымыз плюс береді, синустарымыз квадратталып кетеді. Синус квадрат x болады. Минус пен минусымыз плюс береді, косинусты косинуске көбейтсек бізде косинус квадрат x шығады. Сонда бізде мынау жаңағындай формулаға сай, синус квадрат пен косинус квадраттың косинусы 1-ге тең болады, яғни 1-ге тең, және минус 1. Сонда бізде шығады тағы да 0.